Сәлеметсіздер ме, достар? Мен бүгін сіздерге тамаша бір мультидев деп аталатын приложениемен таныстыратын боламын. Бұл приложение арқылы осындай тамаша видео карта жасауға болады. Видеоны соңына шейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Мен сіздерге осындай картаның жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен телефондарыңызға мультидев деп аталатын приложениені орнатып аласыздар Play Market'тен. Бұл мультидев приложениесінде сіз дүниежүзінің қалаларын көрсете аласыздар. Тіптен Қазақстанның да ішкі кішкентай қалалары болсын, аудандары болсын, барлық жерді бұл тауып беретін болады бұл приложениеда. Мысалға, өзіңіздің осы жазғы демалыста қай жерлерге барғаныңызды осы картадан сызық түрінде көрсетуге болады. Приложениені орнатқан соң открыть дегенді басасыздар. Содан кейін жоғары жағында осы приложениенің белгісі тұр. Соны басасыздар. Ішінен андай жолақша шығады. Сол жолақшаға елдердің, не болмаса қалалардың аттарын жазып сақтай бересіз. Бұнда 10 елді мекеннің атауын жазуға рұқсат берілген. Осылайша әр қаланың аттарын жазып болғаннан кейін, оны экспорт деген жерде көкпен жазылған сөз тұр. Соны басасыздар. Енді 1-2 минуттай уақыт кетеді сақтауға. Оны сақтап болғаннан кейін ағылшынша 2 сөз шығады. Сол ағылшынша 2 сөзді басу керек. Мына жерде міне үлгісі шығып тұр. Видеоның 10 секундтық видео жасап берді. Міне мына жерде Түркия және Ұлыбритания, сосын Қазақстанның қалалары таңдалған болатын. Сол қалаларды көрсетіп береді. Бұны YouTube бағытында масштабты таңдап аласыздар. Видеоны сақтап жатыр. Приложениені видео сақтайды. Содан көкпен жазу шығады. Камера деген сөзі бар. Соны басамыз. Одан кейін ол галереяға сақтап береді. Достар, видео ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай видеолармен танысатын боласыздар.